Менің есімім Әбдібаева Лаура. Дәрігер-трихологпын. Интегративті медицина дәрігерімін. Дерматокосметологпын және шаш трансплантологымын. Босанғаннан кейін шаштың қалыңдығын қалпына келтіруге болады. Босану ағзамыз үшін нағыз үлкен стресс болып келеді. Сондықтан шаштың түсуі міндетті түрде болады. Егер сізде шаш жоғалту мәселесі болса, жарты жылға дейін әбігерленудің қажеті жоқ. Неге дейсіз бе? Өйткені қалпына келу мен жалпы телогендік түсу кезеңі жарты жылға дейін созылады. Алайда жарты жылдан кейін маманға, яғни трихологтың қабылдауына жазылғаныңыз абзал. Сонда сіз қандай да бір микроэлементтер мен дәрумендер жеткіліксіздігінің бар жоғын біле аласыз. Әрі маман мен оның тағайындаған жүйелі емдеу шараларының арқасында шашыңыздың қалыңдығын қалпына келтіретін боласыз. Темекі тарту ерте ағаруға әкеліп соқтырады. Темекіден бірден ағарып кетпейсіз. Дегенмен шылым шаш фолликуласындағы пигмент түзілуінің төмендеуіне әсер етеді. Бұл біріншіден шаш фолликуласындағы қан айналымының азаю салдарынан оксигенация төмендейді. Қажетті қоректік элементтердің жеткізілімі азаяды. Бұл шаштың өсуі мен меланин пигментінің түзілуі үшін керек. Сол себептен темекіден мүмкіндігінше бас тартқаныңыз жөн. Өйткені құрамындағы канцерогендік және зиянды заттектер, сондай-ақ ауыр металдардың тұзы, осының барлығы да шаш пигменті мен оның өсуіне зиян келтіреді. Не болмаса, денсаулығыңызға келтірілетін зиянды төмендету үшін темекіні қыздыруға арналған жүйелерге ауысқаныңыз абзал. Алайда мен бар күш жігеріңізді жинап, темекі шегуден бір жола бас тартуға кеңес беремін. Шаш күн сайын түседі және бұл қалыпты жағдай. Иә, шаш күн сайын түседі. Өйткені әрбір тал шаштың өзіндік фазасы болады. Тиісінше шаш түседі. Бір тәулікте шаштың 100 талына дейін түсуі қалыпты жағдай болып саналады. Егерде бұдан артық түсетін болса, демек шаштың патологиялық түсуі болып жатыр деген сөз. Онда сізге маманның көмегіне жүгіну керек. Шаш дамудың 3 сатысынан өтеді. Негізгі кезеңі бұл анаген. Ол 3 жылдан бастап 5 жылға дейін. Кейбір жағдайда тіпті 7 жылға дейін де созылады. Анаген мен телоген арасында аралық кезең бар. Телоген шаштың түсу фазасы. Әрі түсу фазасының өзі 3 айға дейін созылады. Осыдан кейін шаш түседі және шаштың жаңа өсімі басталады. Шашыңызға қолыңыз тиген кезде сіз бір тракцияны ұстайсыз, яғни тарту. Сонда сіз 10 тал шаш аласыз. Ал бұл жалпы нормадан сәл көбірек болып есептеледі. Неліктен? Өйткені бір тәуліктің ішінде сіз кем дегенде 10 рет қолыңызды шашқа тигізесіз. Сонда осының өзі шаштың 100 талына дейін жетеді. Әрі бұл күні бойы таралғаныңызды ескермегендегі сан. Сондай-ақ сіздің бас жуғаныңыз, маскаларды пайдаланғаныңыз ескерілмеген. Ал бұл жерде шаш анағұрлым көбірек түседі. Сондықтан бұл жағдайда сізге шаш түсуінің саны туралы ойлағаныңыз жөн. Яғни, түскен шаштың саны 100 талдан асатын болса, сол себептен маманның көмегіне жүгінгеніңіз абзал. Әйелдерге қарағанда ерлерде болатын аллопеция, таз болу жиілігі 8 есе жоғары. Көбінесе дәл солай. Әйелдермен салыстырғанда ер адамдар шаштың түсуіне анағұрлым жиірек бейім болып келеді. Не дегенмен бұл тестостерон және дегидротестостерон гормондарына байланысты. Бұған қоса нәсілдік ерекшеліктер де бар. Кавказдықтарда бұл пайыз ең жоғары көрсеткішке ие болмақ. Дегенмен тұқым қуалаушылықта, әрі тамақтану сипатыда жаман әдеттер болса, еңбек, демалыс, спортпен айналысу тәртіптері мен оларды сақтау да маңызды рөл атқаратынын ұмытпайық. Сонымен бірге әрине әртүрлі инъекциялардың қолданысы да бар. Кейбіреулер бұлшық ет массасын арнайы арттыру мақсатында тестостеронды қолданады.